Армысыздар, құрметті қазақ елі, бармысыздар. Міне пойызбенен тоқылдатып 4 күнге де жеттім ау. Біраз демалыс алдым, демалайыншы деп. Бұяқта да бір шаруалар бар еді деп. Сөйтіп түлкібастың табиғатын осы бірінші рет көргендей болдым ғой өз басым. Осы қарасам көзім тоймайды. Күндіз жеттік енді. Таңға 7-лерден асқанда жеттім. Мына келе жатқанда сол түлкібастан өтесің ғой. Не деген күшті табиғат. Оны бұрында көріп жүргем ғой, бірақ осы жолы сондай бір күшті әсер етті. Жап-жасыл болып отыр ғой, қыр болып, сай болып, тау болып, төбе болып, сай-сала болып, бір керемет. Сөйтсем бұяқта да жаңбыр жауған екен. Тоқтамай жаңбыр жауды дейді, әдемі жаңбыр жауған. Барлық жерді тазалап жатыр жаңбыр деген. Мінекей, енді демалып жатқан соң бір әңгімелерді тыңдайсың ғой енді. Қыз деген төрде отырады деп, төрде шалқып отырмыз. Біраз қолқабыс қып қоямыз. Сөйтіп отырып Тоқберген атамның, әкемнің әңгімесін тыңдаймын ғой. Тыңдасам жаңа Жириновский деген көкеміз бар ғой, ағайынымыз. Сол ағайынымыздың ролигі жетіп қапты аталы жолдықтарымызға да. Оны біздер мына асарлықтар өзінің чатында ойнатып, соңында бәріміз қуанамыз ғой жаңа жас балаша. Біздер туралы айтып жатыр, асарлықтар туралы деп. Сосын, ол жасанды интеллекті болды, жетеді, алып тастаңдар дегендер шықты. Сонымен оны біреуміз сеніп, біреуміз сенбей. Қыз деген көрген түсін өзіне жорит деп. Тоқберген атам өзіне жорып отыр аталы жолға. Біздің еліміздің, халқымыздың жаңағыдай салтыменен дәстүрі ғой деп. Мен деген сол асарлықтарға жорып тастадым. Асар деген сөз де біздің қазақтың сөзі. Оны қазір ұмыт болған ғой. Ол қазір ұмыт болыпты. Қарап отырсам, кейінгі жастарға айтсаң, о не дейді ғой. Сосын өзбектер білетін шығар деп бір өзбек келіншекпен жұмыс жасадым. Сөйтсем, о да білмейді ғой. Ол не екен деп қояды. Сен де білмейсің ба, онда қазақ білмеген нәрсені онда сен білмесең таң алмайым дедім ғой. Сөйтіп Нұрбол Маратұлының жанында жүрген бәрі орта жасар аталар мен әжелер, 50-ден асқан, 40-тан асқан жастар да бар, 50-ден асқан, 60-тан асқан, 70-тен асқан, 80-ді алқымдаған, алға қарай кете береді. Мақал бар ғой қазақта, адам болар баланың үлкенде ісі бар дейді. Адам болмайтын баланың үлкенде несі бар дейді. Сол тура осы Нұрбол Маратұлына арналады. Осы шапанын киіп, басына тақиясын киіп, осы үлкендердің арасында жүреді. Бірінші сол Асар баспана жобасын ашқан кезде соған сенген, бірден бір сенген осы орта жасар аталарымыз бен әжелеріміз сенген. Өйткені асарлатып өткен ғой өміріміз. Қиын жұмыс болса, төңіректің өзі ақ кеп қалады. Жәрдем беріп жіберейік деп. Әсіресе ауылды жерде сабанды жинау қиын еді ғой, сабан. Енді тұла бойың бәрін қышытып, шөп ору, сабан тасу, тезек шәпелектеу, оның бәрінен өттік қой. Мінекей, енді анам айтушы еді. Бұлай деп айтатын еді. Бір өзінің жаңа болжамын айтар кезде үнемі айтатын. Құдай біледі, мен білмеймін деп. Солай деп айтыңдар сөздеріңді деп. Жеде айтқыш болсаң деп. Сол анам айтпақшы, Құдай біледі, мен білмеймін.
осы елімізді аштықпен қиындықпен сынап келе жатқан Құдай тағала енді тоқтықпен де сынайын деді ма деп қоям өзім. Егер шынымен осы асар баспана жұмыс жасап кетсе, онда кедей қазақ болмайды. Бәрінің қос машинасы, зәулім сарай үйі болатын шығар деп ойлап қоясың. Жириновский көкем соны болжап кетті ау деп. Енді искусственный интеллект деп қойып жатыр ғой, енді соған ұқсап тұр. Бірақ енді жақсы сөз жарым ырыс деп, ол да бекер емес шығар. Ол да тегін адам болмаған ғой. Жириновскийдің өзі тегін адам емес негізі. Оны тірі кезінде орыстардың өзі мойындамаған. Енді ол қайтыс болып кеткенде неше түрлі ақпараттарын еске алып, он, оказывается, наш пророк деп жаңағы елшіге де пайғамбарға да теңеп қойды ғой. Енді негізі көп болжамдары дұрыс болып жатыр ғой. Оны өздеріңіз тыңдасаңыздар болады. Сондай көп болжамының бірі осы ғой деп қояйық. Мейлі искусственный интеллект болса да, әкем екеуміз сендік, енді қазаққа жордық енді осыны. Қазақтың салт дәстүрі десек біреуміз. Енді біреуміз со асарлықтардың жұмысы алға басып, Нұрбол Маратұлы азаматымыз түрмеден шығып, өзінің Құдай берген жобасын ары қарай жалғастырса, енді бір қой үстінде бозторғай жорғалайды болайын деп тұр ғой. Жақсылыққа сенейік. Құдай тағала аштықпен де сынайды, тоқтықпен де сынайды адам баласын. Сондай сынақтардан сүрінбей өтейік. Біздердің асарлықтардың да бетпердесі шешілді ғой, әлі шешіліп жатыр. Көрдіңіз ба? Басқа іс түскенде белгілі болады кімнің кім екенін, кімнің ішінде не жатқанын сонда белгілі болады. Байқап қарасам, аталы жолдықтардың да өкілдері асар деген сөзге онша мән бермейді екен. Бұтақ болып жатқанына кең далада бұтақтар жатыр, соның бәрін бұтап тазаласа, оған енді үлкен күш керек болып тұр ғой. Енді халықты асарға шақырса барады ғой, жерден бармай қамайды ғой деп ойлаймын өз басым. Сол енді өз арада асар жасап, сол жайнақты қиын жұмысты асарлатып бітіріп тастауға болады. Енді асар сөзі жанданып, дүние жүзін жайлай берсін. Егер шынымен асар баспананың жобасы іске асатын болса, тек халық қана байып қоймайды. Мемлекетте қаржынан құтылады. Бұл да бір адам баласына берілген үлкен бір сынақ жолы ғой. Солай деп ұғу керек. Және осы сынақты көтере білетін әрбірімізге Құдай тағала күш берсін.